Халықтық бақылау жобасы аясында қала бойынша қатынайтын трамвай вагондарына бейне бақылау камералары орнатылып жатыр. Мамандардың айтуынша, мұндай бейне камералар оқыс оқиғалардың алдын алуға септігін тигізбек. Бүгінде халықтық бақылау жобасы аймақ бойынша 10 кәсіпорында іске асырылып жатыр. Бұл жоба өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алуға және мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмыспен қамтуға арналған, дейді еңбек басқармасының басшысы. Естеріңізде болса, өткен жылы трамвайға қатысты 2 оқыс оқиға орын алған еді, бірі қайғылы жағдаймен аяқталған. Халықтық бақылау бағдарламасы жарақат төмендету мақсатында трамвай басқармасында қабылданды. Өткен жыл онда 2 өндірістік жарақат болды, біреу өліммен аяқталды. Біз трамвай басқармасымен бірлесіп шаралар қабылдау керек деп шештік. Сосын бұл бағдарламасы енгізуге келістік. Жоғарыда аталған жобадан бөлек Павлодар облысында 2023 жылға дейін есептелген өндірістік жарақаттануды және еңбек жағдайлары зиянды жұмыс орындарын азайту жөніндегі жол картасы енгізіліп жатыр. Бұдан бөлек сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің бастамасымен нөмірі 5 бағытта қатынайтын трамвайда парасатты трамвай акциясы ұйымдастырылған болатын. Яғни жолаушылар кондукторға емес, вагонда орналасқан қорапшаға өздері төлем жасап билет алады. Сол акция 5 күн болған, оның нәтижелері жақсы. Ойлаймын, өйткені 5% жолаушылар қана билетсіз, ақысыз жүрген. Трамвай басқармасымен келісіп, соны акцияны ары қарай жалғастырып жатырмыз. Айтып өтейік, мамандардың сөзінше, акцияның мақсаты өңір азаматтарының парасаттылығы мен адалдығын қалыптастыру. Аталмыш науқан тағы 1 аптаға жалғасатын болады. Гаухар Мұса, Нияз Смағұл, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.